Нұрик, қалайсың, жағдай жақсы ма? Мынау ғой міне зажигание. Зажигание дұрыс көрінбей тұрған олар. Меткілерін бәрін қойып тұрып, қотталмай жатыр. Көрініп тұр. Меткі қойылып тұр. Уголокта. Жоғарыда да распределитель меткісі келіп тұр. Аппараттікі де келіп тұр. Қотталмай тұр бұл. Негізі істеген жұмысымыз ремен үзіп, головканы алып, клапан протирка істеп, басқа головка салдым. Басқа головка салған болатын. Содан бері қотталмай тұр. Себебін білмей жатыр. Зажигание былай да көрдік, былай да көрдік. Әртүрлі жолдармен қойдық. Ютубтан да қарадық. Сұрастырып та көрдік. Бұның қозғалтқышы 4.68 деген қозғалтқыш. Дизель, Mitsubishi. Space болған 2 объем. Аппаратын простой. Фильтр бәрі ауысқан. Аккумулятор жаңадан салып қойдық. Қотталмайды. Себебін түсіне алмай тұрық. Уақыт тауып бөліп кетеді нұрке. Міне бірінші цилиндрден де шығып тұр сәлеркі. Меткісін тауып алып тұрып. Порядка зажигание келіп тұр. Осы біздің істеліп жатқан жұмыстар, бірақ нәтиже шықпай жатыр әлі. Міне головка ауысты. Клапандар протирка жасалды. Клапан сальниктерінде ауыстырып жүрдік жаңадан. Себебін білмей жатыр, қотталмай жатыр бірақ. Мынадай машина негізі, Space болған кәдімгі. Көбінесе олар бензиновый болады. Дизельный де бар, заводская дизель. Простой тенор еді. Әжде турбина болған басында, бірақ алып тастадық оны кейініміз. 5 турбина алып қойған. Сәлем достар, біз жолға шықтық. Машина істеуге бара жатырмыз. Қандай машина еді? Mitsubishi спецвагон деген машина. Дизельный оталмай қалыпты. Сол қазір барып тексеріп көреміз. Қолдан келіп жатса, оталдырып береміз. Қай жаққа бара жатырмыз? Сабалақ деген елді мекен, яқта Сабалақ деген жер. Жақта қаланың сыртында. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Mitsubishi дизель. Объем неше мынаның? 2 оталдыра алмай жатырған жігіттер. Соған көмекке келіп жатырмыз. Қазір көреміз, тексеріп көреміз. Зажиганиесін тексеріп көреміз. Неге ота алмай тұрғанын. Форсункіден сәлерік шығып тұр ма? Шығып тұр. Өйткені свечана қалды алып тастаған кезде алып тұр ғой бері қарай сәлерік. Хорошо. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Қане, мылтық оталдырып көрші. Тағы көрші. Болды. Осылай ота алмай тұр ма? Иә. Алмай тұр. Зажигание бәрі қойып тұрып, мертвой точкасына. Оталмайды. Иә. Мына кісі аппарат істейтін кісі негізі. Осы ауыстырған заттарын. Аппарат несін істедіңіз аға? Бұл жерде барын алмасын. Сандик резинкілерін. Сосын 4 распределитель форсунка. Қойып жинап. Сәлерік шашып тұр ғой қазір, сәлерік? Сәлерік идеально шашып тұр. Бірақ анау оталмай тұр. Хорошо, қазір тексереміз. Қазір зажиганиесін. Так, мынаяқта мынау келмей тұр. Ремендікі. Үстін көрсетіп жіберейін. Үсті бізде мынау нүкте мынаған келеді. Аппараттікі де сондай мына жердегі мынаған келеді.
қазір дұрыстап қойып жіберейік зажиганиясын. Мынау свеча накалдарын алып көрдік. Свеча накалдары істемей қалыпты. Міне мынау үшеуі істемей тұр. Тексеріп жіберейікші. Көрсетіп жіберейін қалай істемей тұрғанын қазір. Мынасы сәуезін. Егер істейтін болса, осы кезде нажып шырлайды. Иә. Қызар жоқ па? Істейтін алып берем. Істейтін қазір істейтінді тексеріп жүреміз. Мен соған емес ұстамам. Мен көрдіңіздер ме? Істейтін түтін шығады бірден. Қызарады басы. Мынау істеп тұр. Үшеуі істемей қалған. Ауыстырып жатырмыз. Біреуі ғана істеп тұр екен. Оларды ауыстырып саламыз қазір. Саламыз. Бәрін жинастырып қойдық. Суын құйып. Су аздау ғонаның. Су құйып жүрек та кішкене. Алып берем. Қазір тексереміз, оталдырап. Негіз дизельный моторларда головкасын көтеріп, клапандарын бәрін ауыстырғаннан кейін ең бірінші машина бірден отала қоймайды. Оған компрессия жинап алу керек. Стартермен қойып не оталдыру қиын болады. Сол үшін бірінші жинастырып болғаннан кейін, егер оталмай жатса, ақал қосып оталмай жатса, егер сол кезде машинаны жинастырып, кішкене сүйреп жіберу керек, машинаны буксирге қойып, тез оталады. Бір оталғаннан кейін ары қарай жақсы жұмыс істеп кетеді. Накалды тегізші. Пока прямой. Иә, прямой жалғап жатырмыз накалды. Мынаяқтан аккумулятордың плюсінен мына жаққа накалға плюс беріп жатырмыз. Қане, мылтық оталдыршы қане. Половорот оталды. Зажиганиясын бәрін қойып оталдырдық. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Назар салғандарыңызға рахмет. Түтінін көрсетіп жіберейін. Газ басшы, мылтық бар. Ешқандай түтін жоқ. Болды. Температура көтерілді. Қане, өшірші. Оталдыр қайтадан. Накалсыз көрейік. Половорот оталып тұр. Нұрик саған рахмет көп болсын. Келіп, уақытын бөліп, машинаның ішегінің бір спорттарын өтірік. Зажиганиясы бәрі тура қойған екен. Свеча накалдан болған екен. Негізінде свеча накалда түсіну бойынша қыста ғана пайдаланады деп ойлайтын. Жиналғаннан кейін бұл свеча накал міндетті түрде қажет екен. Компрессия жинап алу керек қой бірінші. Компрессия жинап алу керек. Тұтап жүруге себепкер болатын осы свеча накал екен ғой. Жазды күні болса да, біз жазды күні қажет етпейді деп ойлайтын едік. Свеча накалдан бірталай себептер бар екен, атқалатын рөлі. Ол тоқталды енді жақсы. Қалдыстықтыр бәрі. Рахмет Нұрикке. Алғысымыз шексіз. Мына көкеміз бар, екеуіне бір алып жатыр. Рахмет көп. Мынау ағамыздың ыстаханасы кішкентай ғана. Осының ішінде ремонттай деген аппараттарды. КамАЗдың аппараттарын ремонттайды екен. Жеңіл машиналардың аппараттарын ремонттайды. Мына жерде Opel. Кеш бағана видеода жіберген осы Opel'ді. Isuzu'дің моторы дизельный Opel. Бұның да аппаратын жинастырып салып қойыпты.
Мұны да оталдырамыз. Құда қаласа. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер.